Бәріңізге сәлем, сендермен Клевер. Наруто философиялық аниме, махаббатқа және достыққа үйрететін бірінші бөлімінен ақ баурап алатын үлкен аниме. Ал сіз осы анименің басты кейіпкері Узумаки Наруто жайлы не білесіз? Және Наруто Курамасыз мықты ма? Әлде жоқ па? Бәрін осы видеода білетін боламыз. Ал ендеше арнаға тіркеліп, міндетті түрде лайктарыңызды басып, әрқайсымыз 50 комменттен толтырып тастайық. Ал ендеше видеомызға кеттік. Наруто анимесін біз баяғыдан көріп өстік. Ал сіз басты кейіпкер Узумаки Нарутоның туған күні қай күн екенін білесіз бе? Білмесеңіз әрине айтайын. Ал білген болсаңыз комментке міндетті түрде жаза кетіңіз. Нарутоның туған күні 10 қазан. Ал Нарутоның отбасына келсек. Нарутоның анасы Узумаки Кушина. Анасының ішінде 9 құйрықты Джинчурики мөрленген. Ал оның әкесі Нарутоның ішіне мөрледі. Нарутоның әкесі Минато Намикадзе. Өте мықты шиноби, 4-ші Хокаге. Ең бастысы махаббатқа адал. Нарутоны құтқару үшін өзінің өмірін қатерге тікті. Одан кейін Нарутоны ешкім жақтыртпаған. Әкесінің орнына әке, шешесінің орнына шеше және алғашқы ұстазы болған Ирука сенсей. Және сол Нарутоны ең алғаш туған күнімен құттықтаған. Сол Ирука сенсей. Наруто досқа адал және бүкіл Каноханы мойындатып, мықты шиноби атағын алды және 7-ші Хокаге атанды. Өзінің досы Саске Нарутодан кері бұрылған сәттің өзінде де Наруто оны қайттан Канохаға әкеліп, өзінің досы қылып алмақшы болды. Және сол досы үшін өмірін қатерге тігуге дайын. Және Наруто 115 шайқас өткізген екен. Және менің ойлауым бойынша, ол ешқайсысынан ұтылмады. Және бағана айтқанымдай, Нарутоны ешкім ұнатпағанымен, өсе келе бәрін мойындатып, үлкен достар жинады. Және ең мықты саниндардың бірі, Jiraiyaның шәкірті, Каноханы құтқару мақсатында Пейннің көптеген клонымен өзін жайратып салды. Және ақмақты болса да, кейбір кезде өте ақылды болып кетеді. Яғни шабуылда опыты баршылық. Және өзіміздің Наруто өте көңілді, ақ көңіл жігіт. Және Нарутоның басты күшінің бірі 9 құйрықты, яғни 9 құйрықты Курама. Ал өзіміздің Google ата Наруто жайлы не біледі екен? Бірге тамашалайық. Google атамыз былай дейді. Жапон тілінде Наруто сөзі буран, иірім, айғылық таңбасымен немесе рамен Нарутоның сүйікті тағамы әзірлегенде қолданылатын қызыл шиыршықпен камабоконың бір түрін білдіруі мүмкін. Және Нарутоның сүйікті әдісі Рассенган. Сөзбе-сөз аударғанда шиыршықты сфера деп аталады. Ал біз Нарутоның сүйікті техникалары жайлы не білеміз? Google ата қане көмектес. Жақсы көмектесейін. Клондау шеберлігі. Ешқандай іс-қимыл жасай алмайтын, бірақ қарсыласты адастыратын болдыр клонды шығаратын деңгейлі генджутсу. Ал көлеңкелі клондау шеберлігі болса, ол күшті жұмсай алатын клондарды шығара алатын по деңгейіндегі ниндзюцу. Төп нұсқадан айырғысыз және өзінің тәжірибесін береді. Сонымен қатар қол белгілерімен қолданылады. Бірақ шыдамдылығы төмен, жарақат алса клон жоғалып кетеді. Клондар арасында қуат бірдей мөлшерде бөлінеді. Шеберліктің дамыған түрі бірталай клон пайда болатын, бірнеше көлеңкелі клондау шеберлігімен болып табылады. Рахмет Google ата. Ал сіз Рассенган жайлы не білесіз? Рассенган үлкен ойран жасай алатын қуатты шар. Jiraiyaға қарағанда Наруто Рассенганды бір қолмен жасай алмайды. Сол себепті ол қуатты жинастыру үшін клонды пайдаланады. Желдің дүлейлі күші Рассенсер екен. Жел күшімен жасартылған ес қатарының қабілеті жасуша деңгейінде әрекет еткендіктен қарсыласқа үлкен зиян келеді. Сонымен қатар бұл Нарутоға да кері әсерін береді. Сондықтан Наруто оны қиналған кезінде ғана қолданады. Осымен Google'дың білетіні осы. Ал Наруто Курамасыз мықты ма? Әлде әлсіз бе? Соған көшейік. Ал енді Наруто Курамасыз әлсіз дегендерге үлкен сыйлық дайындап қойдым. Сондықтан қабыл алыңдар. Ең алдымен Наруто Курамасыз режим отшельникті қосалады. Ал одан Нарутоның физикалық күші едәуір өседі. Ал екіншісі режим мудреца шести пути. Оны айтпаса да белгілі деп ойлаймын. Ал үшіншісі Рассенганның көптеген түрін меңгерген. Айта беретін болсам, аузым шаршап қалады. Ал келесі Курамасыз қалған 8 Джинчурикидің күшін қолдана алады. Бұл өте мықты және бүкіл стихияны қолдана алады.
яғни от, жел, су деген сияқты. Және ең бастысы, және қызықтысы Хашираманың клеткасы. Ол клетка Нарутоға қалай жеткенін тіпті білмеймін өзімде. Айтпақшы, Наруто Хаширама, ал Саске Мадараның реинкарнациясы деп Обито айтып кеткен. Бәлкім, ол сөз бекер емес шығар. Айтпақшы, Наруто немесе Боруто немесінде де жалғасты. Осымен біздің Наруто жайлы фактілеріміз бітті. Айтпақшы, Наруто немесе осымен тоқтап қалды десеңіз, әрине жоқ. Боруто немесінен Нарутоны көре аласыздар, бірақ ол өте әлсіз болып қалған. Ал ендеше Наруто жайлы фактілер аяқталды. Егер видео ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайктарыңызды аямай баса отырыңыздар. Келесіде Нарутоның 2-ші маусымын қысқаша айтып беретін боламын. Қош, сау болыңыздар.